Білім дамып бара жатыр. Бұны бұдан бұрын да қозғаған болатынбыз. Сол бәлкім естпегендер болса естетін шығар. Еске түсіру болар деп қайтадан айтайын деп жатырмыз. Білім дамып жатыр, ғылым дамып жатыр. Бұрын адамдар ақылына кірмейтін нәрсені қазір көзімен көріп жатыр. Дін де дамып жатыр. Намазхандар да көбейіп жатыр. Бірақ неге адамдардан мейірім кетіп бара жатыр? Неге жастар әдеп жағынан жаңағы артқа қарай кетіп бара жатқан секілді? Бұрынғы аталарымыздың заманындағыдай үлкенге құрмет деген жоқ болып бара жатыр. Адамның адамға жаны ашуы деген жоқ болып бара жатыр. Бұрын көшеде біреу құласа, адамдар кеп көтеретін. Қазір көшеде біреу құласа, адамдар кеп телефонға түсіреді. Сөйтіп ары қарай жіберетін, не жерде құлап жатыр, өлейін деп жатыр деп ше. Енді әркім әртүрлі жаңағы жолдар іздей бастайды. Оған мынау кінәлі, мынау кінәлі деп. Бірақ бір қызға ешкім мен кінәлімін деп айтпайды. Біз өзімізді ақтап жүретін халықпыз. Көтерілген кезде өз ақылыммен көтерілдім деп, құлаған кезде өз ақымақтығымнан құладым деп ешкім айтпайды бізде. Көз тиді, маған біреу бірдеме жасады, қастандық жасады, қарғатыма бірдеме, біреу менің жолымды байлады деген секілді. Біздің құлауымызға біреу кінәлі болады. Бірақ біздің көтерілгенімізге ешқандай серік қоспаймыз өзімізге. Тек өзім ғана көтерілгенмін деген нәрсе. Енді үлкендер де айтып жатыр. Қазір жастар қайда кетіп бара жатыр? Үлкендер құрметтемейді деп ше. Осының енді әркім әртүрлі түсінікте жүр. Мен де өзімнің ойымды бөлісейін. Абай атамыз айтқандай, егер де біреу пайда алса, алар, алмаса өзіме. Бәрі дамып жатыр. Білім дамып жатыр. Ғылым дамып жатыр. Дін де дамып жатыр. Бірақ адамдар сол нәрселерді пайдаланып жатыр ма, пайдаланып жатқан жоқ па? Осы проблема. Жастарды кінәлай беруге де болмайды. Ол жастар бір жерден әйтеуір бірдеме үйрену керек қой. Қазіргі жастарды құртып жатқан біріншісі мына телефон. Ағайындар, бала шаға тәрбиелеп отқан ағайындар, егер балаңызда тұлға болсын, дені дұрыс адам болсын десеңіз, біріншісі одан телефонды алыңыз қолынан. Осы телефон. Қазір жастар телефоннан өте көп информация алады. Өздерінің жаңағы уақыты жетпейтіндей информация алып тастаған адамдарда өзінің жаңағы возраст дейміз ғой, өзінің возрастынан бұрын дамып кетіп жатыр адамдар. 2 жасар, 3 жасар балдар қазір біз сияқты еңгезердей үлкендерге телефонның ана жағынан кіріп, мына жағынан қалай шығатынын түсіндіреді. Мектеп жасында жүкті болып қалып жатқан жастар көп. Олардың бәрі қайдан пайда болды? Олардың бәрі сол нәрселерді телефоннан көріп алғаннан кейін, соны көрген нәрсені адам жасағысы келеді. Көз көрген нәрсені жүрек ары қарай қалайды, миға сигнал береді. Осы нәрсе бізге керек деп ше. Осы жастарды құртатын біріншісі телефон екен. Мынау ата-аналар, бұрынғы аталарымыз, аналарымыз балдарын бесікте тәрбиелеген. Бесік деген жігіттер, бауырлар, режим екен ғой, режим. Адамға тәртіпті үйретеді екен ғой бесік деген. Бала жататын уақытын біледі деген секілді. Одан кейін бұрынғы аналардың айтқан сөздері: батыр болар мекенсін, елді қорғайтын, ақын болар мекенсін, елді жырлайтын. Баланың миына кім болу керек екенін өлеңмен ақ құйып отырған. Ал қазір баланы қолына телефон береді да тастайды. Сол әйтеуір бастысы бала ұйықтау керек, бір ұйқас біреу шығу керек. Памперс кигізеді. Осы жерде тоқтай салып айта кететін нәрсе, памперс сататындар енді ренжуі мүмкін. Памперс адамның денсаулығына өте зиян нәрсе. Бұрын біздің
бала күнімізде жаялыққа жатқызатын. Жаялықта жатқан бала дәрет сындырған кезінде ол жеркеніш пайда болады, ол жылайды, анау үстіне тиген судан жеркеніп жылайды. Ол қай кезде сиеді, қай кезде тұшады, ол білетін. Памперс киген бала, біріншіден памперс адамның қуығына әрдайым суықты беріп тұрады екен. Және ол сигеннен кейін бала памперс өзіне бірден тартып алады екен да, балада былайша айтқан кезінде мынау қыштаған кезде ұстап қалу керек. Мен қазір сидім ау, мына уақыттарда сием ау деген. Ода ондай мынау қай кезде сию керек былайша айтқан кезде ұмытады екен. Бұл памперс баланың денсаулығына өте зиян. Сол үшін мына аналар балаңыздың денсаулығын ойласаңыз, өзіңнің тыныштығыңның, жан тыныштығыңды ғана емес, баланың өмірін ойлайтын болсаң, онда қазір кішкене қиналуың керек болады, баланың болашағы жақсы болу үшін. Сөйтеді да телефонды беріп қалдырады. Шешелері ана жақта, әкелері ана жақта телефон шұқылап жатыр. Бала ана жақта телефон шұқылап жатыр. Түнгі 1-2-ге дейін телефон шұқиды. Қазір мектепке көп барамыз біз, мектеп жасындағы жастар көбісі көзілдірік тағады. Көздері кетіп қалған уже. Қараңғыда ана телефонға бүйтіп қарап отыра беріп, көздерінен айырылып қалып жатыр. Мектеп жасынан. Және түнгі 2-лерге дейін телефон шұқиды. Ол азанда ол бодрый адам болып тұрмайды. Ол ана оятады. Есалаң болып мектепке кетеді. Не оқып, не оқыған білмейді. Түсте жаңағы ұйқысы ашылып келеді да, кешке таман күн батуға жақын қайттан есеңгіреп ұйықтайды. Сол түнге дайындық. Ал қараңыз. Не көреді? Телефоннан не көреді? Олар уағыз тыңдайды деп ойлайсыздар ма? Немесе бір ғылыми бір нәрсе үйренеді деп ойлайсыздар ма? Жоқ, әзіл сықақ, приколдар. Өзі көріп жатыр қой қазір. Өнер адамдарының подписчиктері миллионның үстінде болады. Бір имам келіп уағыз айтса, 1000, 2000, 3000, 10 000 просмотр болады. Бір сайқы мазақ шығып жаңа, шишин деп бір нәрселерді айтса, 1 миллион, 1,5 миллион просмотр болады. Осыдан адамдардың деңгейі қазір белгілі болып тұр. Бір күнде жастар қазір, бір күнде телефонға 8 сағат уақыт береді екен. 8 сағаты телефонға кетеді екен. Интернет шұқылауға. 8 сағат өмірін зая болмайтын нәрселермен кетіріп жатыр деп есептей беріңіз. Қалған 8 сағатын ұйықтаса, ар жағындағы қалған 8 сағат неге жетеді деп ойлайсыз? Міне осылай балдар өмірін құртып жатыр. Телефоннан не істейді енді? Енді біздің азғындауымыздың себебі мынау ағайындар. Телефоннан Европаның бәле-бетерлерін үйреніп жатыр. Европа деген қазір дамып кетті деп ойлайсыздар ғой, үйтіп дамығаны құрып кетсін. Еркекпен еркек жүреді, әйелмен әйел жүреді. Әркім өз білгенінше өмір сүреді. Ешкімге нұсқау бере алмайды. Сенің мынауың дұрыс емес деген секілдіше. Мектеп жасынан балдар сол нәрсені көріп тастап жатыр да, уже біздің қазақтың салт дәстүрі қалып бара жатыр. Енді осы жерде мына үлкендер не дейді? Қазір жастар үлкендерді құрметтемейді дейді ғой. Айналайын, адамдар ақымақ емес қой. Сөзі түзу адам ол әрдайым құрметтеледі. Осы үлкендер жастарға дұрыс тәрбие бермей жатыр. Ренжімеңіздер, үлкендер де кінәлі. Өйткені қарияда өсиет болмаса, жастарда қасиет қайдан болсын дейді. Қариялар өсиет айтатын, көшеде карта ойнап жатыр көбісі. Қыздарымызға өсиет айтатын 60-тан асқан апалар тырнақтарын бояп, шаштарын бояп, беттерін былшылдатып, боянып алып, кафелерде билеп жүр. Енді оларды кім құрметтейді? Көшеде тұрған, карта ойнап тұрған шалдарға барып, ассаламу алейкум десең, сәлемге жауап бермейді. Олардан өнеге аламау деп бір қасында аз тұрсаң, совхоздан ұрлаған қойлары, бұрынғы сары бөшкедегі пиваны шелекпен құйып алғаны, мотоциклмен көрші ауылға барып, төбелесіп, содан қашып кеп арысқа түсіп кеткені,
бұрын ішіп алып көршінің үйінде ұйықтап қалғаны. Осындай арзан сөз айтатын адам, арзан сөз айтқаннан кейін сол адамның өзі де арзан адам болады да. Оны кім құрметтейді? Оның жанында тұруға былайша айтқан кезде қажет емес. Өйткені саған одан көп жасағанынан не пайда? Оның қазақ айтады ғой, ақымақ ішкен жегенін айтады, ақылды көргенін білгенін айтады дейді. Сол ішкен жегенін айтып тұрған адамның жанында тұруың сен, оның бүкіл өмірі босқа өткені секілді, сен сонымен тұрған өміріңде босқа өтіп кетеді. Енді қараңызшы, қазақ айтады, 50-ге дейін қатарыңмен өмір сүресің, 50-ден кейін қадіріңмен өмір сүресің дейді. 50-ге дейін сен арзан сөзбен, арзан күлкіге құмар боп, солай танылған адам 50-ден кейін ақсақал боп, абыз боп, ақыл айтам деп ойламай-ақ қойсын. Сен барып бір жерде ал мынау деген деп жатсаң, сенің арзан сөзіңмен сен танып қалған адамдар не дейді? Кім? Сен қоясаш, басқа сен сөйлемей-ақ қойшы дейді ғой. Міне, кезінде ешекпен жүрген қарияларды көргенек, ауылдың дауларын шешетін. Қазіргі мына қариялар, 60-тан асқандар өзінен жаспыз деп алдап жүр ғой, беттерін жалтыратып көбісі. Бірақ дегенмен болды, сен шал болдыңыз, қария болдыңыз. Солар біреудің үйіне барып дауға аралас десең қорқат, қойшы, бәлесінен олақ. Неге? Өйткені оның сөзі оған өтпейді. Көшеде арзан сөзбен абыройын түсіріп алған, ол қымбат сөз сөйлей алмайды ол ше. Міне, қариялар осы жастарға өсиет айтпағаннан кейін, біздің қазақтың дәстүрін, салт дәстүрлерін айтпағаннан кейін не болып жатыр? Жастар телефонынан Европаны үйреніп жатыр. Ал Европа деген бұл жеркенішті адамдар малдармен араласып жатқан жерден не алу мүмкін? Ал енді қараңыз, қазақтарда бұрын әйелдер еркектің алдын кеспеген екен. Апаларымызды көрдік сондай. Әйелдер еркектің киімін баспаған екен. Орт көшеде тұрған еркектер, сөйлесіп тұрған еркектердің, екі еркектің ортасын әйел кеспейді екен. Екі еркектің ортасын кескен әйелдің жолы байланады деп. Сол әдет ғұрыпты ұстанған апаларымыз жаман болды ма? Балдарынан соның рахатын көрген еді ғой. Қараңыздар, ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи сөзін айтып жатыр. Ерте, таң ерте, періштелер жер бетінде тарайды, ырзық несібе шашады. Ояу болғандар үлесін алды, ұйқыда жатқандар махрұм қалды дейді. Біздің қазақ соны айтып тұр. Ерте тұр, ырысың артады дейді. Әйел адам ерте тұрсын, бір ісі артық болады. Кешке күнмен таласып ұйықтама дейтін біздің апаларымыз. Сөйтсе, апақ-сапақ дейді ғой. Ей, апақ-сапақта қаңғыма, күнмен таласып ұйықтама дейтін. Оны қайдан алып десек, пайғамбар саллаллаху алейхи сол апақ-сапақ күн батардың уақытында жындардың жер бетінде кезетінін айтқан екен. Одан кейін біздің апаларымыз бұрын не дейтін еді? Түнде күлді баспа, түнде қоқырсық төкпе, жалаңбас туалетке барма мына әйелдер, жалаңбас судың жағасына барма, сүйек теппе, тезек теппе. Бұның бәрін қайдан алып десек, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жындардың азықтанатын жері деген кезде сол жерлерді айтып шыққан екен. Үйден шыққан қоқырсықтар, жындар сол жерден рызық іздейді. Үйде ыдыстың бетін ашық қалдырма. Мін біздің апаларымыз, аталарымыз қандай керемет жолды ұстанғанда, бірақ оны кім айтады? Қазіргі апалар кафеде гап ойнап, ең бергілері жиналып болып, біреудің малын санайды, біреудің өмірімен әлек болып жатырмыз. Ешкім өзінің өміріне білмеймін. Қарақсы келмейді. Сол анау отырып алып, біреудің өмірін қозғаған жақсы көреді. Ал қариялар, батырлардың өмірін айтады дейтін қариялар көшеде қарағатын күзірайт ойнап, қолдары тимей жатыр. Жастарға несін ренжейсіз? Жастарға мынандай бол деп айтқан жоқсыз. Енді өскеннен кейін оған не деп ренжейсіз? Сол үшін жастарға біріншісі, міне кейбір елдер бар екен қазір. Мектеп жасындағы балдарға телефон ұстауға тыйым салып жатыр екен. Мін солар дұрыс болады, сол жастар дұрыс болады. Біздің мектеп жасындағы балдардың
қолынан телефонды алмайынша біз дұрысталмаймыз, біріншісі. Өйткені мына телефонда қазір бұрынғы біздің «Ну погоди зайцтар» емес, қазіргі мультфильмдер қанын шашып тұрып бірін-бірін өлтіреді. Адамның, мына көріп жатқан адамның подсознаниясы қанға үйреніп жатыр. Одан кейін мына жерде уже мына 1xbet деген бәлебетерлер бар ғой. Сондай құмар ойындары телефонда уже тігетіндей жағдайға жеткізіп қойған. 5-6 класстан бастап балдар уже құмар ойынына кіріп жатыр телефоннан. Тігіс тігеді, меф шегеді. Электронный темекі деген бұл әше сән мектеп жасындағы балдарға қазір. Оның зияны ол краситель ғой, ол өзі синтетика ғой. Аромат деп қояды жаңағы. Өте денсаулыққа зиян. Бірақ мектеп жасындағы балдар қазір өте көп. Ол бір культура деп ойлайды сол нәрсені ше. Сол электронный темекіге қыздар уже машинада отырып та шегіп кете береді. Болды, қазір уже бітіп жатырмыз ше. Европаға еліктейміз деп адамдықтан шығып кетіп бара жатырмыз. Міне жастарымыз солай кетіп бара жатыр. Мына телефоннан балдарды құтқару керек. Қазір кішкентай баланың қолынан телефонды алудан гөрі, анау үлкендердің темекі тастауы бар ғой. Сол оңайлау болып тұр ғой. Жынды болып қалып жатыр ғой, балдардың қолынан телефонды алса, жынды болып қалып жатыр. Міне үлкендер онымен шаруасы жоқ. Бастысы бала тиіспесе болды дейді, балаға телефонды беріп қойып үнін өшіріп жатыр. Енді телефонда адамдарға зиян беріп жатқан тағы бір-екі типтерді айтқым келеді. Ол мынау қазіргі коуч деген бәлебетерлер. Олар енді тағы да ренжуі мүмкін. Бірақ мынау психолог деген бар ғой. Медицина адамның тәнімен айналысса, психолог бұл адамның жәнімен, рухпен айналысады. Ал Құдайды танымайтын, дінді білмейтін адам психолог болса, ол адамды адастырады. Өйткені рух деген бұл Алланы таппайды, тыныштық таппайды. Психолог дінді білу керек, және психологиясын дінмен байланыстырып отыру керек. Арман ұстаз секілді. Ал дінді білмейтіндер не істейді? Қараңыз, бұл психология адамды діннен алыстататын нәрсе. Өйткені біз Алла пайғамбар дейміз. Алла, одан кейін пайғамбар дейтіміз. Біз мұсылмандар проблемаларымызды қайдан табатын едік? Жауабы Құраннан табылады, немесе хадистен, пайғамбар саллаллаху алейхи сөзінен. Алланың сөзінен, немесе пайғамбардың сөзінен табылады дейміз, саллаллаху алейхи вассалам. А психологтар не дейді? Өзіңе сен дейді. Ешқандай дінді білмейтін, діннен алыс психологтар бар ғой, Құдай қаласа, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты деген сөздер айтпайды. Неге? Өйткені оларға ақша төлейтін ақымақтар керек, Құдайды танымайтын. Ол Құдайды танитын адам психологқа бармайды. Өйткені қараңыз, қазір өздері терминдер шығарып тастады. Богатое мышление, бедное мышление, самооценка деген сияқты нәрселерді шығарып алды да, депрессия, стресс деген нәрселерді, осындай терминдер. Енді стресске, депрессияға кім түсер? Психологтың алдына кім барады? Депрессияға басына түскен істі көтере алмаған адам барады. Демек не? Тағдырға иман келтіре алмай жатқан адам ғой. Құдайдың жазғанын көреміз дейтін адам, сол басына түскен істі көтере алмай жатыр. Депрессияға түсу деген сол тағдырға иман келтіре алмай жатыр. Алланың қалауы, бұдан да шығармыз деген нәрсені түсінбейді адамдар. Сөйтіп психологқа барады. Ол психолог не істейді? Оны Аллаға жақындатпайды. Өйткені оларға бұндай ақша төлейтін ақымақтар керек қой. Сөйтеді, өзіңе сен, самооценкаң көтер дейді. Қазіргі мына біреу әйел ұстаздар бар ғой, осындай именно психологиямен айналып жүрген. Соларға қатысқандардың көпшілігі деп айта салайыншы, бәрі демей ақ қойын, ажырасып тынып жатыр. Неге? Өйткені өзіңді өзің жақсы көр, өзіңді құрметте. Ал біздің мұсылмандарда не дейді? Эгоизм болмайды. Өзіңді біреуден жоғары қойма, біреуді өзіңнен төмен көрме. Өзіңді өзің жақсы көр. Енді бізге әртүрлі жібереді ғой, мынаның сөзін қараңыз, мынаның сөз. Бір жаңа психолог сонда әйел, енді ұятта болса айтайын еді, өздері де соны айтып жүр ғой. Алдында отырған әйелдерге айтып жатыр, өзіңді жақсы көр, самооценкаң көтер. Сен өзіңнің жаңағы өзің қоятын жерде қой. Сен күйеуге сен оның айтқанын істей беру үшін түскен жоқсың. Не дейді өзіңе жақсылықтар жаса, позволять ет. Қымбат киін, даже іш киімнің өзін қымбат іш киім ки дейді, 50 000, 60 000 теңге.
айналайын оның күйеуі енді не істейді, ол үйіне барады да жаңағы соны айтады ғой, мен 50 мың 60 мың осындай аламын. Күйеуі айтады одан денің сау ма, сен кредит жаба алмай отырсың, сен 60 мыңға қандай тұрсый алмақшысың, 50 мыңға қандай тұрсый алайын деп жатсың, сен өзің кіммен шатастырып жатсың сен. Сөйтеді да, сен мені жақсы көрмейсің, сен мені бағаламайсың, сенде романтика жоқ. Өйстіп қырылып соңы бітіп жатыр да. Міне жастарды улап жатқан нәрсенің бірі қария апа аталардың жастармен айналыспауы, олармен осындай коуч бәлебетерлердің айналысуы жастарды азғындап ажырасуға көбейтіп жатыр. Және тағы біреуі, негізі мұғалімдерді көтеру керек. Мектептің мұғалімдерін көтеру керек. Өйткені қараңыздар, бала нулевойда дым білмейтін бала болып барады, 11 класста ол не тұлға болып шығады, немесе бір ақымақ біреу болып шығады. Сол 11 жыл бойы оны бір нәрсеге үйрететін мұғалім, былайша айтқан кезде адам дым білмей барып, үлкен адамға айналуы бар ғой, мұғалімнің қолынан өтеді. Ол керек десең, депутаттар, олар дайын адамдармен айналысады ғой енді. Мына именно ауыртпашылық мұғалімдерге түседі. Неге? Өйткені дым білмейтін адамды тұлға қылып шығару керек. Ал қазір қараңыз, ата-аналардың өздерінде де кінә бар. Үйінде отқан кезде баласын өзі тәрбиелемейді. Мектепке кетіп бара жатқан баласы не дейді? Мұғалімнің қолының ұшы тисе маған айт, соттатып жіберемін деп. Қазіргі мұғалімдер оқушылардан қорқады. Неге? Өйткені соттатады, телефонмен түсіріп алып тұрып, соттатып жіберіп жатыр. Сосын не істейді енді? Мұғалімдер отырады да, өлмесең одан ар дейді да, 45 минут өзінің уақытын өткізу керек. Ұрыспайды, болмайды анау. Өйткені ана депрессияға түсіп кетеді ана бәле. Сөйтіп отырып, өзінің айтатын нәрсесін айтады, болды сонымен кетеді. Мұғалімдерді көтеру керек, өйткені мұғалімдер оқушы оларды құрметтеп тұрса, мұғалімдер оларға жан тәнімен білім беретін болса, сонда ол мектеп бітірген кезде бір нәрсені алып шығады. Мұғалімдерді көтеру керек. Міне сол ағайындар, балдарымыздың қолынан телефондарын алайық. Бұл телефонды балдарымыз алғаннан еш нәрсеге жетіп жатқан жоқ. Сіз дамыды деп ойлайсыз. Олар чересшір көп информация алып жатыр да, оны қорытып үлгермей жатыр. Және оны жасына жетпей, телефоннан көрген нәрсесін пайдаланып қойып жатыр. Мектеп жасында жүкті болып жатқан қыздар қайдан пайда болды олар? Олар қайдан үйренді оны? Олар телефоннан көріп алған бәрін. Соны жасағысы келеді. Көз көргеннен кейін қызығушылық пайда болады. Бір көрейін дейді. Мін қазір анау коучтар шықты ғой. Албастылар ғой негізше. Шын мекейін да. Бүйтеді да, біреу айтып жатыр. Сен күйеуге шығатын болсаң дейді, алдымен мен төсекке жатып көр. Ол саған жаңа дұрыс партнер бола ала ма, бола алмай ма дейді да. Ұят емес ол дейді. Көр, өмір бойы тұратын адам болған, төсекке жатып көр. Ұнаса қалды. Ұнамаса, онда ол саған не пара дейді да. Біреу айтып жатыр. Бұл қыздықпен күйеуге шығу деген ол баяғы заманның қалдығы ғой ол дейді да. Қазір ол қыздығыңдан бір ауылдың бір манбет біреу сұрамаса, қалада мынандай ақылы бар, бүтін уже мынандай не дейді? Дамыған адамдар дейді да. Олар үйтіп сенің қыздығың ондай нәрсеге қарамайды. Сен ұнасаң болды дейді да. Осындай албастылардың кесірінен қанша қыздар алданып жатыр. Міне ағайындар. Бұрынғы аталарымыздың, апаларымыздың қазақтың ұят болады, обал болады деген нәрсесі бізге тәрбие ретінде жеткілікті. Мына Европаның қалған құтқан бәлелерін үйренбейше. Міне жастарымыз осылай кетіп жатыр. Үлкендер оларға ренжімесін, өйткені үлкендер. Қараңыздар. Ұяда не көрсет, ұшқанда соны іледі деген қазақ. Не көрсетіп жатсыздар балдарыңызға ұяда? Кеше бір жерде осыны айтып отыр. Балдарыңызды телефоннан құтқарыңыздар деп жатсам бір әйел айтады. Міне, шынымен өз мойындап отыр да, балдарға несін ренжисің? Біз өзіміз сол телефондамыз ғой дейді да. Ата-ана, қазір кафеге жігіттер барады. Тамаққа заказ беріп отырады ғой, бәрі мынандай былай отырады. Бір-бірін байқамайды. Бәрі телефонда. Кейбір семьялар сондай, семьялар отырып алған,
дастархан басында отыр, мынандай бәрі телефон шығып отыр. Ешкіммен шаруасы жоқ. Әркім өзінің жаңағы жеген. Міне тіптен бұл дастархан деген бұл үйдегі мектеп, тәрбиенің ошағы сол жерде басталады. Бала шағамен ата-ана отырған кезде не айтып жатсың? Әке көрген оқ жонады, шеше көрген том пішеді. Ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі деп жатыр ғой, Ал қараңызшы. Әке шеше дастархан басында отырады да, ананы өсеттейді, мынаны өсеттейді, анау жаман, мынау жаман деп отырады да, балаңды сен неге дайындап жатқаныңа қарасайшы, сенің алдында балаң отыр. Қымбат сөздер айтсайшы. Жарлы деген кедей. Жарлы болар жігітке мал орнына ұйқы бітеді. Жарым болар жігітке ақыл орнына күлкі бітеді дейді. Сол балдарымызға ақыл айтып, дұрыс жолын саудың орнына оларды арзан күлкіге үйретіп жатырмыз. Оның үстіне қараңызшы, қазір бұрындары біз бала күнімізде Бауыржан шоу, тамаша дегендерді көретінбіз. Бала шағамызбен, ол кезде біз баламыз, әке шешелерімізбен, аталарымызбен, апаларымызбен бірге отырып көре беретінбіз. Жақсы тұғын. Қазір киноларың болсын, қазіргі мына жастар біздің бітті ғой, мынау өнердегілер бітті уже. Осы біздің қазіргі өнердегілерді мен тек қана өнер қарандарын ғана бала шағаммен отырып көре аламын. Қалғандарын көре алмайсың. Мына ШДБ деген бауырларымыз кеше барып сөйлестік. Енді дұрыс түсіреміз деп уәде берді ғой. Әйтсем бұрынғыларын көру мүмкін емес. Деген секілді анау, білмеймін, көрінбей кетті, нысана дейма. Сондай қазіргі өнердегілердің қойып жатқан қойылымдарын бала шағамен отырып көру мүмкін емес. Өйткені ортасында кез келген жерде жеркенішті нәрселерді айта салады, көрсете салады. Киноларға да барсаң, сол кинолардың өзінде әйел адамдардың өзі боқтап сөйлейтін болған. Бәрі жеркенішті нәрселерге айналып бара жатыр. Енді қараңыздар. Тағы телефонның бір зиянын айтайын. Адамдар өзінің өмірін емес, біреудің өмірімен отырады да әлек бадыққа шығады. Ажырасып жатқанын айтып, ана күйеуімен қырылады. Қайраттың әйелі не болғанын айтады. Тұрсынбектің әйелі шығады. Одан кейін Мұқасан шығады. Құдайдың құдіреті сол 3-4 адамдар бүкіл Қазақстанның бүкілінің аузын ашып отқанша, өзіңнің қатын бала шағаң бар, сен нең бар аналарда? Оларға да айтамын, өнердегілерге. Сен кім едің сонша? Бүкіл Қазақстан сенің ажырасып, сенің үйленіп жатқаның кімге қызық вообще? Сен кімсің соншалықты? Интернетке өздерінің өмірлерін салады. Оған бүкіл халық әлек. Мына еркектерді Құдай ұрып бара жатыр бар ғой. Өсек отырып алып, Бадықованың өмірін айтып, ол деген ондай да, бұл еркек адам интернетте отырып әйелді жамандамайды. Барды жеке сөйлес. Жамандамайды. Отырып алып оның астында комментарияны оқып, өздерді бір нәрселер жазып. Еркектер майдаланып бара жатырмыз ғой, шыны керек та. Тақ әйелдерге ренжиміз. Бұлар көтеріліп өсіп барады, көп. Конечно, олар өсіп бара жатыр. Біз түскеннен кейін олар өспей қайда барады? Бәріне өзіміз кінәліміз ғой. Мен сол интернетте балдарыңыз осындай бір болмайтын нәрселерді, болмайтын біреулердің ұрысқандарын көріп, болмайтын дегенде енді былайша айтқан кезде оның өмірі ешкімге қызық емес адамдар деген ғой. Менің де өмірім ешкімге қызық емес қой, шындап келген кезде. Оны талқылайды, оны анау дұрыс, мынау дұрыс емес. Бар да бетіне барып айту керек. Оны сыртынан интернетте отырып емес ше. Міне, біздің жастарымызды осылай құртып жатыр. Оларға ей дейтін үлкендер, әй дейтін әже, қой дейтін қожа болмай жатыр ғой. Сол бауырлар, бала шағаңыз керек болатын болса, сөзімнің соңы. Бұл бір мысал деп айтайын. Стамбулда жүрмін. Бір жігіт қонаққа шақырды. Қойшы екен, қойшы, бірақ Стамбулда қымбат районда үй салып алғанда. Ол қандай қойшы десем, сөйтсем ол айтады, мен Англияға барып тренингтерге қатысады. $30,000 тренингтерге Англияда барып қатысады екен. Ол қандай? Аға, бұл қой бағу деген бұл наука дейді ғой, бұл ғылым екен ғой, ғылым.
Ол ана біз қой мен қошқарды қырға жіберсең махаббат болып келеді, анау туады, сөйтеді де көбейе береді деп ойлаймыз ғой. Ондай емес екен. Оны қойды буаз кезінде оған беретін витаминдер бар екен. Шөпті жуып береді екен. Режиммен береді. Анау әйтеуір бере бермей. Біздің адамдарда жоқ қой режим қайта. Сөйтіп ол туғаннан кейін, қой туғаннан кейін оған жаңағы қозыны сағатпен салады екен. Ана қозыны режиммен емізеді екен. Әйтеуір жібере салмайды. Ана қойға мынандай витаминдер беріледі. Мынандай градуста. Қараңыз, су. Біз ана қырға апарып анау мұзды бұзып су бере саламыз ғой? Жоқ. Оған мынандай температурада су беріледі екен. Деген секілдіше наука дейді. Мен айтамын да, Құдайдың құдіреті, адамдар малдарының тұқымы жақсы болу үшін сонша ақша төлеп білім іздейді. Бірақ өзінің ұрпағы жақсы болу үшін ешқандай ізденбейміз ғой. Біз тек жегізсек болды деп ойлаймыз. Әйелдеріміз жүкті кезде оларға дұрыс қарау керек екен. Өйткені оның ішіндегі бала әйелдің мынау көңіл күйімен дамиды. Черепной давление деген қайдан пайда болып жатыр қазір балаларда. Әйелдің көңіл күйі дұрыс болмаған. Одан кейін анау әйел адамның кен жегені сонымен бала дамиды. Сен оның не жеп, не ішіп жатқанына қара, астың адалдығына қатты мән бер деген секілдіше, әйел адам екіқабат кезде оған дұрыс қарау керек. Өйткені баланың өмірі содан жалғасады. Бала емізіп жатқан кезінде дәретпен, мені қараңызшы, баланы дәретпен емізу баланың ойлау қабілетіне әсер етеді екен. Зере әжеміз айтады ғой Құнанбайға: "Ей Құнанбай, мен сені дәретсіз емізбеген едім ғой. Ақ сүтімді ақтамадың ба?" деп. Сонда Құнанбай не деген? "Анашым, мен ешкімнің ала жігін ақтамадым." Ақ патшаның әскерлері оны әкетіп бара жатқанда айтады ғой: "Бұлар мені өзіміздің арамыздағы шыққан сатқындардың жаласымен әкетіп бара жатыр" дейді. Жалпы осы жерде ақ патша дегенге айтайын. Ақ патша дейді. Олардың аттары өзгеріп отыр ғой. Қызылдар дейді, большевиктер дейді. Бірақ бәрі сол түбі ақ құлақтар ғой. Бәрі сол аты өзгергенмен заты бірлер ғой негізі. Сонда Зере әжеміз не дейді? "Ақ болсаң болды, балам, аққа Құдай жақ, арың таза болсын" дейді. Құдай өзі ақтап алады дейді да. Мені бұрын апаларымыз балдарын дәретсіз емізбейтін. Ал қазір жастарды қой берші, аталардың, апалардың қолдарында тырнақ бояп алып мыстан құсап жүрді. Құдайдың құдіреті. Жастарда көбісінде қолдарында тырнақ бояп алған, мынау тырнағын бояп жүрген айналайындар намаз оқиды. Сенде дәрет жоқ. Тырнағын лақпен бояйтын адамдарда дәрет болмайды. Олар ғұсылданса, оларда ғұсыл болмайды. Өйткені мына эмульсиядан су өтпейді ғой. Олар балдарын 100 рет емізсе, 100 рет дәретсіз емізеді да. Сонда ше. Міне біздің қазақтың тәрбиесінде не бар еді? Баланы дәретпен емізу деген нәрсе. Оны айтатын қария апалар қайда қазір? Ван Дамның прическасымен бетін бояп, қасын қырып тастап, кірпік жабыстырып, апалардың кейбіреулер қуып кетіп жатыр өздері ше. 30-дағы әйелге ұқсаймын деп, одан бетер түрлерін мыжырайтып құртып жатыр ғой. Расы да. Сол үшін ағайындар, мына үлкендер жастарға өсиет айтпай, көргенін, бұрынғы апаларымыздың, аталарымыздың жақсы оқиғаларын айтпай, жастарға ренжімей ақ қойыңыздар. Ақыл айтпағаннан кейін оларға несін ренжисіздер? Ағайындар, сөзімнің соңында айтарым, балдарымыз дұрыс болсын дейтін болсақ, біріншісі, балдарыңыздың қолынан телефонды алыңыздар. Екіншісі, ата-ана өзіңде телефон шықмай, ана балдарыңның миында не бар өз? Не ойлайды? Кіммен дос? Жалпы өмірдегі мақсаты не деген сияқты? Бала шағаларыңызбен сөйлесіңіздер. Робот керек болмаса бар ғой. Мен өзім қажылық компаниясында қызмет қылам. Қажыларға қызмет қыламыз. Апалар, аталар, Алланың құдіреті мықты ғой. Бару керек жерге барады. Күніге умра жасаймын десең, күніге умра жасайды. Апалар, аталар, жастар сынып кетеді ғой. Шын меден. Жастар қазір мынау күші бар болғанмен бар ғой, психологически сынып кеткен. Неге сынып кеткен? Олар уже әлсіз. Мынау миы тез кетеді. Олардың бәрі сындырып тастаған, тағы да интернетте коучтер. Мынандай істейсің, табан астында миллион табасың. Олар жұмыс істеп, ұзақ басын қатырғысы келмейді.
бір тренингке қатысып миллион таба салғысы келеді. Ана 1000 теңгеден дұғаны сатып ала салады да, бүкіл проблемасы шешіле салады. В общем, сондайлар ғой, интернеттен алады да жаңағы табан астында байып кету, табан астында шешіп кету деген сияқты. Осындай нәрселер үйретіп жатыр ғой мына интернетше. Ешқайсы жанын қинап, ауыр жұмыс істеп қиналғысы келмейді да. Тез сынып кетіп жатыр ғой. Сол үшін ағайындар, бала шағаңызбен сөйлесіп, аралас болсын, аралас. Общение болсын араларыңызда, араласып тұрыңыздар бала шағаларыңызбен. Телефонды алыңыздар. Одан кейін мұғалімдерді құрметтетіп үйретіңіздер. Расы керек, біздің көбіміздің бала шағамызбен өзіміз айтпаған нәрселерімізді мұғалімдер үйретіп жатыр, Алла разы болсын. Сол мұғалімдерді көтеру керек. Мұғалімдерге поддержка беру керек. Ана баланың алдына мұғалімді жығып бермеу керек. Баланы мұғалімнің алдына жығып беру керек. Мынау сенің ұстазың болады. Тыңда, осы не айтса соны істе. Оны барып алды. Балам қолының ұш тисе маған айт, соттатып жіберем деп. Сенің балаң кімге керек еді? Мұғалім де одан кейін солай немқұрайды қарап оқытады да. Осындай ағалар, әпкелер, бауырлар. Мен өзімнің ойымдағы түйгенімді айтып жатырмын. Бәлкім сіздерде де бір басқа бала тәрбиесіне қатысты қазіргі азғындап бара жатқан нәрсеміздің себебі не деген секілді ойларыңыз болса, сіздер де жазарсыздар, бәлкім айтарсыздар. Өстіп бәлкім дұрысталармыз. Алла қуат берсін. Алла өмірлеріңізге береке берсін. Әрбір ата-ана өсіріп отқан балдарынан бір жақсылық күтеді. Сол жақсылықты көруді нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.